Бүгінгі күні 80 жылдық тарихы бар Абайдың Жидебай бөрі мемлекеттік қорық музейінде ғылыми қызметкер болып істеп жатқан жайым бар. Одан бөлек Өскемен қаласындағы Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің магистрантымын. Әдебиеттану бағытында білімді толықтырып жатқан жағдайым бар. Семейде қалуыма бірден айтайын, 2013 жылы Жынды деген әңгімемен 16-шы халықаралық шабыт фестивалінде проза номинациясы бойынша гран-при жүлдесін иелендім. Семей қаласына келіп орнығуымда өзімнің жақындарым, тіпті жақын араласатын баяғынан білісіп жүрген достардың өзі де қолдамады. Неге десеңіз, Астанаға барыңыз, Астанада жағдайдың барлығы сонда ғой деген сияқты айтты да. Мен жоқ жердің бәрінде керемет деген түсініктен бізге арылуымыз керек та. Себебі бұл өзіңізге байланысты да. Сіз өзіңіз жалқау болсаңыз, өзіңіз бір жасампаздыққа, бір жақсылыққа ұмтылмасаңыз, қанша жағдай жасап қойғанмен де ол білмеймін, енді бақытты бола алмайсыз да. Шын мәнінде ол бақыт деген адамның өзінің жүрегінде, өзінің санасында бақытты кез келген сәтте сезінуге болады. Мен қазір осындай сұхбаттасуға ынта білдірген, мысалы, сіздердің осы бір істеріңіз, осы бір әрекеттеріңіздің өзі де мен үшін үлкен бақытты. Біз тәуелсіздік жылдарында тәрбие көрген, тәлім көрген ұрпақтарымыз ғой. Көмескі күндерде көңілге тоғытып, естелік еметін жайымыз бар. Сол кезде, ол кездегі халықтың да тұрмысы нашар еді ғой. Сол кездегі мектеп жасындағы балалар үшін, мектеп оқушылар үшін де бір кітап ортақ болушы еді ғой. Қазір былай қарап отырсаңыз, бізде мектеп жасында оқитын балалардың баспасына өзінің кітабы, өзінің оқу құралы барлығы бар да. Тәуелсіз емес елдер бар. Оларда жаңағы қалта телефоннан бөлек өзі бір күндік табысын тек қана тамаққа жұмсайтын елдерді көріп жүрміз ғой, естіп жүрміз қазір. Тәуелсіздік болмағанда мен сіздердің алдарыңызда дәл осылай отырмас едім. Тәуелсіздік болмағанда әкеме еркелеп, аяулы жар сүйіп, аузынан үрі бұл сүйіп, қанасын жарып, қыз сүймес едім. Кейде ойлаймын, жалпы тәуелсіздік деген жалпы бір ойлардан азат болу да, жаман ойлардан тәуелсіз болу. Шын мәнінде осы музейде бір 100-ге тарта қызметкер болса, соның барлығы да тайлы тұя қалмай, барлығы да күш салды. Өзінше барлығы еңбектенді. Сол тізімде, солардың қатарында өзімнің болғанында қуанышты. Бұл Абайдың мұрасын насихаттауға, адамзаттың баласын тануға асығып келетін алаш баласы үшін біздің жасаған игілік ісіміз. Бұл тарихи орын маған Абайды жақын тануға, адамды тануға, өз жүрегіңе, өз мініңмен күресуге көп көмектеседі.